сабақтың 15-ші сөзі немесе 20-ші сөзіне кеп тоқтағанбыз. Өйткені кейбір сөздерде цифр қойылмағанда, сонымен бізде 15-ші сөзі д деген. Ның, нің, тың, тің. Менің, сенің, оның, соған кеп тоқтағанбыз. Енді ары қарай 16-ші сөзінен бастаймыз. 16-ші сөзі на, 4-ші томмен айтылады екен. На. Бұл намен біз алдыңғы сағатта оқыған. Бұл бізде 6-ші сабақтың сөздері, На, 4-ші томмен қалай? Алдында коу жоқ. На. Если бізде алдында коу бар на болатын болса, онда ол басқаша. Онда ол басқаша. Мұнда коу жоқ на. Біз алдында мұндай коу бар. Нан үйренгенбіз. Бұл қай, қайда. Мысалы, сен қай келдің, қаймен. Ал мұна жердегі алдында коу жоқ. Бұл қандайна? Сілтеу мағынасында. Сілтеу мағынасында. Мысалы, анау, мұнау. На болатын болса, анда, жы болатын болса, мұнда. Біз оны жыны алдыңғы сағатында өтіп сағамыз, мұнда деп, мұнау, сілтеу мағынасында. Анда, мұнда, сілтеу мағынасында. Бұл да оқсас, үйе сияқты жазылады, бірақ екі қыңы алдына шығып тұрады. Қың певангу, шу, на. Мысалы, нашы шыма, анау не, жышы шыма, мұнау не мағынасында. Ал енді келесі сөзіміз цаджы, цаджы. Цаджы дегеніміз журнал, цаджы. Басында 9, қың, шоку, ден. Кішкене үстіндегі қыңы үлкен, астындағы қыңы кішірек, оның астында шин, жүрек деген сөз. Біз нин деген сөзді оқыдық қой. Есімізде бар ма? 4-ші сабақта қой деймін. Мысалы, ни болса сен, нин болса сіз. Соның астында, ни деген сөздің астында немене болды? Шин деген осы жүрек деген сөз болды. Енді бұл нин деп оқылады. Енді осы жүрек сөзі міне жерде цаджының астына да келіп тұр. Алдымен жоу, хың, шоу, ден. Жы, цаджыды жы, хың, шу, хың. Қарай, егерде мұнаның астында хыңы кішкене, үстіндегі хың үлкен болып тұр. Егерде бұған наоборот, үстіндегі хың кішкене, астындағы хың үлкен болатын болса, ең бірінші рет өткенмін, естеріңізде бар ма, қандай сөз екен? Бұл ту, топырақ. Ту, кәдімгі земля, жердегі топырақты ту дейміз. Ал мынада қайтып тұр, керісінше үстіндегі хыңы үлкен, астындағы хың кішкене. Ту, міне жерде хың, енді астында ден, оғу, ден, екі ден. Бұл цаджы, журнал. Ал келесі сөзіміз бізде він деген сөз. Він, ден, хың, пе, на. Бұл він деген сөз ша-ше жалғауы болады. Мысалы, біз Қытай тілін айттық. Чоңвын деді, хан үй дедік, Қытай тілі, хан үй, үй деген сөз бар. Ағылшын тілі, ең үй деп үйрендік. Міндетте үй деген сөздір. Енді біз осы екі сөздің орнына він деген сөзді қосатын болсақ, хан він, ең він болады. Енді біз міндетте ханның орнына Чоңго, Қытай елдегенде Чоңды қоямыз. Чоңвін болатын болса, Қытайша. Ең-він болатын болса, ағылшынша. Мысалы, неміс тілін біз дывін дедік. Дывін. Неміс тілі дегенде ды үй. Енді біз осы ды үйдің орнына вінді болатын болсақ, дывін болады. Немісше. Мынау неміс тілі, дывін болса, немісше. Ша-ше жалғау, Біз енді осы вінге ары қарай жалғап қайтеміз, айта береміз.
немісше, орысша деп, иә? Мысалы, өвін, фавін. Так, мысалы, міне чоңвін. Вінді енді біз чоңго дегендегі чоңды қосатын болсақ, чоңвін. Чоңвін болатын болса, қытайша. Енді алабовін дейді. Алабовін. Алабовін. Бұл қандай тіл? Арабша болып кетеді, е? Ал келесі тіліміз дөвін. Дөвініміз немісше. Біз д үй деп оқыдық та, енді д үйіміз неміс тілі, дөвін болса немісше. Сосын кейін өвін. Өвін дегеніміз орысша. Біз үй деп оққанбыз орыс тілі, е? Енді мына жерде орысша. Келесі сөзіміз фавін, французша. Фавін, французша. Келесі ханвін. Біз ханго үй деп оққанбыз. Корей тілі ханго үй. Енді мына жерде хавін. Хавініміз немене? Корейше, е? Корей тілі. Так, келесі біз жапон тілін қалай айттық? Ж үй. Енді мына жерде рвін болатын болса, қандай? Жапонша. Рвін. Бұл ша-ше жалғау жалғанған кезде тілдердің айтылуы. Бұл бізде қолданыста көп болады. Так, ары қарай кеттік. Енді испанша, шибанявын. 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 Испанша. Келесі еңвін. Еңвін. Ең үйді оққанбыз, енді мына жерде еңвін. Мен мынада кейбір сөздердің жазылуын жазып бермеді. Не үшін? Өйткені біз алдыңғы 4-5 сабақтарда осы сөздерді түгел үйренгенбіз, е? Енді мен сіздерге сразу жазатын. Басында бір рет жазылып қайталанған сөздерді екінші рет қайталап жазбаймын, е? Ол бізге. Енді соңғы сөзіміз бізде паңйоу, дос, е? Паңйоу. Паңйоу, дос. Пың, екі үйені жазамыз, йоу. Пың, бірінші үйе, ай дегендегі, е? Енді екінші үйе жанында, пың. Енді ю дегеніміз, хың, пе, на. Міне, пың деген сөзді үлкенірек қып жазаймын жерге, екі үйені жазамыз, е? Қатарымен. Сонда пың. Пың, йоу. Дос деген сөз. Мысалы, сенің досың болатын болса, біз сен деген сөзді ни, ның деген жалғау немен еді? Д. Сонда ниді, пыңйоу, сенің досың. Мысалы, пыңйоу деген сөзді менің, сенің, оның деп тәуелдеп көрейік. Мысалы, оды пыңйоу болатын болса, менің досым. Оды, тұрыңыз жерге симай қалады екен қазір. Не жерді үшейін. Ниді пыңйоу. Бұл сенің досың. Оды пыңйоу. Оды пыңйоу. Менің досым. Ниді пыңйоу. сенің досың. Оды тады пыңйоу екен ғой. Тұрыңыз, тады пыңйоу. Оның досы, я? Сенің досың, менің досым, оның досы.
Сонда дос деген сөз, мысалы, тәуелденіп, саған, маған, оған деген мағына. Міне бұл осы 6-шы сабақтағы соңғы сөздері. Біз енді осы сөздерді түгел бір рет оқып берейін. Бүгінгі өтілген сөздерді. Бүгінгі өтілген сөздеріміз на, 4-ші томмен айтылады. На. Цажы, журнал, цажы. Він, шылау жалғау болады. Шаше. Він, Чоңвін, Қытайша. Алабовын, арабша. Дывын, немісше. Өвін, орысша. Фавын, французша. Ханвын, корейше. Корей тілі, корейше. Рывын, жапонша. Шибаявын, испанша. Yingwen, ағылшынша. Пыңйоу, дос. Жалпы осы сабақтағы сөздерді басынан бастап мен бір тағы рет оқып келейін. Басынан бастап өтілген сөздер бізде. Ең бірінші сөзінен бастап қазір. Бірінші бізде басталды. Дилюка шыңцы. Чинвен, өтінем. Він, сұрақ. Гуйшин, фамилияңыз, аты жөніңіз толығымен. Шин, фамилия. Жау, шақыру. Минзы, атыңыз. На, қай ел деген, қай. Го, ел, мемлекет. Ел, мемлекет. Чоңго, Қытай елі. Дыго, неміс елі. Ыго, Ресей, орыс елі. Фаго, Франция елі. Ханго, Корей елі. Мэйго, Америка. Рыбэнго, Жапон елі. Йинго, Англия. Рэн, адам. Шеши, үйрену, оқу. Ханзы, Қытай иероглифі. Файин, дыбыстау. Шэнма, немене. Шу, кітап. Шәй, немесе шөй деп айтамыз. Негізгі көп қолданыста шәй болады. Кім? Ды, жалғау, ның, тың. На, 4-ші томмен ол сілтеу мағынасында. Анау, цажы, анда, мында деген, цажы, журнал. Він, шаше жалғауы. Чоңвін, қытайша. Алабовын, арабша. Дывын, немісше. Өвін, орысша. Фавын, французша. Ханвын, корейше. Рывын, жапонша. Шибаявын, испанша. Йиңвін, ағылшынша. Соңғы сөзіміз пыңйоу, дос. Так, достар, міне бұл біздегі кітаптың программасы бойынша 6-шы сабақтың соңғы сөздері. 6-шы сабақта жиыны 30-ға таяу жаңа сөздер бар. Ең бірінші жаңегі Чинвеннен басталады, өтініш ретіндегі. Чинвеннен басталады. Осы сөзден ең соңында пыңйоу сөзіне дейін жиыны өзінің несі бойынша 19 сөз, бірақ ортасында го ел мемлекеттен кейін чоңго, мэйго, ыго деген қосылған. Він деген жалғау сөзден кейін дывын, йиңвін. Осының барлығын қосқанда жиыны 30-ға таяу сөздер бар. 30-ға таяу сөз осыларды жақсылап жазып, көп оқиық. Бұл 6-шы сабақтың сөздері. Енді келесі сағатта, или осыдан кейінгі сағатта мен сіздерге 6-шы сабақтың диалогтарын
кәдімгідей бәрін оқып сіздерге аударып беремін. Бізде Қытай тіліне сөйлеуге асықпайық. Біз Қытай тілінің әрбір жеке иероглифтерін қанша көп иероглиф білсек, біз сөйлемдерді соншалық көп құрастыра аламыз, соншалық көп сөйлей аламыз. Рахмет достар, сіздерге сәттілік.